Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі лекцияның тақырыбы алкалоидтар. Құрамында дәрілік өсімдік шикізаты бар. Құрамында алкалоидтар бар, дәрілік өсімдік шикізаты жайлы біледі. Жоспар бойынша алкалоидтар туралы жалпы түсінік. Алкалоидтардың жіктелуі, физика-химиялық қасиеттері және де алкалоидтардың дәрілік өсімдік шикізатынан бөліп алу жолдары жайлы айтамыз. Сонымен қатар алкалоидтарға сапалық реакциялар, құрамында алкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаттарын айтып өтеміз. Кеттік ендеше. Алкалоидтар, алкализ, егіз ұқсас егізге шыққан органикалық азоттық қосылыстар тегі жағынан өсімдік тектес химиялық қасиеттері сілтерге жағын күшті, әсерлі және улы заттарды айтамыз. Алкалоидтар аминдер зерттеледі. Біріншілік месалин, екіншілік атропин және төртіншілік аммоний негіздері. Төмендегі олардың құрылымдық формулары жазылған. Алкалоидтар дәрілік өсімдік шикізатын шектердің. Алкалоидтар жіктелуі. Шынайы алкалоидтар гетероциклді қосылыстар немесе амин қышқылдарынан пайда болғандар. Протоалкалоидтар ациклді алкалоидтар. Азот атомы гетероциклдан тыс жерде орналасады, бірақ амин қышқылдарынан түзіледі. Септалды алкалоидтар амин қышқылдарынан түзілмейтін және гетероциклға бай алкалоидтар. Химиялық жіктелуіне келетін болса, алкалоид гетероцикл құрылысы бойынша орехов, пиралидин, пирализидин, тропан, пиридин, пиридин, хинолизидин, индол, хинолин, изохинолин, акридин, пиримидин, имидазол, пурин, хиназолин. Және де бұл құрылымдық формулалары әлі белгілі емес. Жалғастырайық. Енді филоидтің генетикалық бір тұқымдастың гуана секуринегі. Салайс. Салан насилары пасленом виде тоже. Меңдуана, қара меңдуана және сасық меңдуананың түрлері ғой. Апасинации, кендірлер, раувольфия, катаран тұшытады болған. Және папаверации, ол көкнарлар, маковые, сүйелшөп, маглея, мачок жолты деген өсімдіктер жатады. Фабации, бобовый, бұршақтар тұқымдасы, бұған сафрам, толстоплодная және термопсис жатады. Фармакологиялық қасиеттеріне қарай. Фармакологиялық әсер бойынша мысалы наркотикалық, анальгетикалық, морфин, кодин, эмхолинопротекторлар, эмхолинолитиктер, атропин, папаверин, скополамин жатады. Орталық жүйке жүйесіне әсер ететін, қыздыратын кофеин, секуринин және стрихнин жатады. Жөтелуге қарсы алкалоидтар ол глауцин, кодин және ликарин. Келесі жіктелу ол биосинтетикалық алкалоидтар.
Так, енді мына кесте бойынша түсіндіріп кететін болсақ, иә. Жаңағы L-аспарагин қышқылы немесе никотин қышқылы, иә. Бұған пиридин туындылар мысалы, иә. Никотин, рецинин және өсімдігі ретінде мысалы немесе жаңағы майсана, майсана және кукушка желтая деген өсімдіктер жатқызсақ болады. L-триптофан, кейде оны антранил қышқылы деп те атайды. Ол хинолин туындылары, бұған өкіл ретінде хинин және эхиноксинді алсақ болады. Яғни хинин ағашынан алынған және қабық, және мордовник өсімдіктер жатады. L-триптофан, индол туындылары, бұған карбонды алкалоидтар, аймалин, гармин, эрганил алкалоидтары, лизерпин, физостимин, стрихнин және бруцин жатады. Өкілі ретінде мынандай өсімдіктер айтсақ болады. Раувольфиан түрлері, барбиниктің түрлері, катарантус, порыня, күйе дейді оны. Құс шақыратын жаңғақ, пассифлорын тұтқызсақ болады. L-тирозин, изохинолин туындылар жатады бұған. Өкілі ретінде апиинді алкалоидтар, глоцин, хелидонин, сангвинарин, берберин, гиндарин, галантамин және ликарин. Өкілі ретінде өсімдіктер мактың түрлерін, мачок желтый, және шөп, үлкен сүйел шөп, мақлея мелкоплодная, барбаристің түрлерін, стефония, және ипокуана және унгерияның түрлерін айтсақ болады. Биогенетикалық қатары ары жалғастырайық. Көрсетілген кестеде L-гистидин, бұл алкалоидтың түрі имидазол туындылары. Өкіл ретінде пилокарпинді аламыз. Бұл пилокарпин пилокорпусты болады. Пилокорпус деген өсімдікте болады. Келесі глицин және антранил қышқылы. Алкалоидтың түрі пурин алкалоиды. Өкіл ретінде кофеин, теобрамин, теофилинді алсақ болады. Бұл жаңағы алкалоид түрлері бізде қандай өсімдіктерде бар? Шай, кофе, гуарана, мате және шоколад ағашында болады. Келесі антранил қышқылы. Антранил қышқылының алкалоиды акридин, хинозин. Өкілі ретінде меникопин және акрацинді аламыз. Өсімдігі ретінде рут ағашын алсақ болады. Келесі хинозалинге пеганин өкілі, кәдімгі гармалан аламыз. Мал қышқылын алсақ, мевал қышқылын алайық. Мевал қышқылының өкілі ретінде терпенді алкалоидтарды келтірсек болады. Монотерпен және тритерпенді болып бөлінеді. Оның өкілі ретінде келесі өсімдіктерді аконит, живокость деген өсімдіктер. Стероид алкалоидтар немесе гликалкалоидтар, саласадин және ервин топтарын айтсақ болады. Бұған бүкіл алқалардың түрлері, чимерицаны алсақ болады. Саласадин сонымен қатар картошкада да бар. Алкалоидтардың физика-химиялық қасиеттері. Алкалоидтар қатты кристалл заттар, егер де құрамында келесі атомдар болса, ол көміртек, сутек, азот және оттек. Құрамында оттегі болмаса, сұйықтар. Бірақ тұздары қатты кристаллды заттар болып келеді. Түссіз, тек берберин сары түсті болады. Дәмі ащы,
балқу және қайнау температурасы тұрақты болады. Алкалоидтар сұйықтықтар су буымен ұшады. Мысалы канин, никотин, пахикарпин, кальцин, физостинин деген алкалоидтарды алсақ болады. Ерікіштігі алкалоидтар түріне байланысты оның құрамындағы алкалоид негіздер органикалық еріткіштерде ериді, спирт, эфир, хлороформ, бензолда. Ал суда аз ериді немесе мүлдем ерімейді. Тек кофеин, эфедрин, катин, пилокарпин негіздер суда ериді. Алкалоидтар, тұздар суда ериді, органикалық еріткіштерде ерімейді. Оптикалық активті, солға бұратын изомерлі фармакологиялық активті, ультракүлгін жарығында флюоресценция береді, көк, жасыл, сары түсті. Химиялық қасиеті әлсіз негіздер тек кадин, күшті негіз, ең әлсізі кофеин. Сулы ерітінділерде немесе сулы спиртті ерітінділерде pH ортасы 8-ден 8,5-ге дейін барады. Алкалоидтары бар дәрілік өсімдік шикізаттарын бөліп алу, қалай бөліп аламыз, дәрілік өсімдік шикізаттарын. Алкалоидтарды негіз күйінде бөліп алу бар, және тұз күйінде бөліп алу бар. Негіз күйінде бөліп алу үшін дәрілік өсімдік шикізаты бар алкалоид тұздарды негізбен өңдеуіміз керек. Ол негіз ретінде аммиак немесе ас содасын алсақ болады, соның ерітінділеріне. Және де органикалық еріткіштерді құямыз. Алкалоидтар негіз түріне өтеді. Оны тазалап алсақ болады, негіз түрінде алатын болсақ. Немесе ары қарай да өңдеуге болады, ілеспе заттардан арылу үшін. Келесі, тұз түрінде бөліп алу үшін алкалоид негіздерді сулы спиртті шарап қышқылымен өңдейміз. Кейін алкалоидтар тұз түрінде бөлеміз, оны тазалауымыз керек. Ілеспе заттардан, басқа да қосымша келтіретін заттардан тазалап алуымыз керек. Алкалоидтарға сапалық реакциялар. Сапалық реакциялар өзі үшке бөлінеді. Бұл жалпы топтық, тұнбаға түсіру немесе екіншісі түсті спецификалық және спецификалық топтық реакциялар. Жалпы топтық тұнбаға түсіру реакцияларына кетейік. Келесі реактивтердің көмегімен жасауға болады. Ол Вагнер, Бошет, Люголь, калий иодин йодтағы ерітіндісін қолдана отырып, Драгендорф негізгі висмут нитраты калий иодидінде және сірке қышқылында. Майер реактивімен сынап дихлориді калий иодидінде, немесе мармий мен кадмий иодиді калий иодидінде. Гольденштейнмен, бұл дегеніміз фосфор молибден қышқылы, аморфты сары түсті тұнба көк жасыл түске айналу. Молибден қышқылына дейін тотықсызданады. Шейблер реактивімен фосфор вольфрам қышқылы мен өңдесек болады. Бертран реактиві, бұл кремний вольфрам қышқылы. Хайгер реактиві қаныққан пикрин қышқылы жаңа дайындалған 5% танин ерітіндісімен өңдесек болады. Келесі түсті спецификалық реакциялар негізінде концентрленген қышқылдармен өңдейміз. Бұл жерде қандай реактивті? Эрдман реактиві өзі концентрелі азот қышқылы мен күкірт қышқылынан тұрады. Фреде ол молибден аммоний молибдатын концентрленген күкірт қышқылымен қосындысы. Марки реактивімен бұл формальдегид концентрелі күкірт қышқылындағы ерітіндімен өңдейміз. Немесе Вазецкий реактиві бұл парадиметиламин бензальдегид концентрелі күкірт қышқылындағы ерітіндісі. Келесі спецификалық топтық реакциялар, мысалы мурексидтік сынама, бұл пурин алкалоидтарына қолданылады. Фиталин морена реакциясы, бұл тропан алкалоидтарына қолданылады. Толиохин сынамасы тек хинолин алкалоидтарына ғана жарамды. Алкалоидтардың сандық талдауы.
Сандық талдау 3 этаптан тұрады. Бұл бірінші алкалоидтарды дәрілік өсімдік шикізатынан бөліп алуымыз керек, екінші тазалау және үшінші сандық талдау. Сандық талдау әдістері сусыз ортада қышқылдарды негізді титрлеу, алкалоидтар, негіздер және тұздар күйінде. Алкалоидтар ғана жарайды бұл сандық талдау әдісі, мысалы пахикарпин, тропан алкалоидтары, кокаин, платифилин, салсалин, морфин, лизерпин, сферофизин және эфедрин. Екінші нейтралды бейтараптау арқылы немесе бұл тура титрлеу, алкалоид негіздерді қышқылмен титрлеу. Келесі әдісі кері титрлеу арқылы қышқылды сілтемен титрлеу және алкалоид тұздарды сулы ерітінді ортада органикалық еріткіш қосып отырып титрлеу. Бұл үшінші әдіс. Төртінші әдіс йодпен титрлеу, комплекс түзу реакциясы, мысалы кофеин, теобрамин, теофилин және полиодидтерде алуда қолданылады. Гравиметрия әдісінде қолдануға болады. Сандық әдіс алкалоидтарды тұнбаға түсіріп, тазалап, тұрақты массаға дейін кептіріп өлшеу әдісі бұл. Физика-химиялық әдістер неше түрлі. Ол фотометрия, полариметрия, полярография, спектрофотометрия және фотонефлерометрия деген әдістер. Мемлекеттік фармакопея 11-ші томында 11-ші мемлекеттік фармакопея бойынша сандық талдау әдісі, мысалы тропан алкалоидтарына берілген. Алкалоидтар тұз түрінде оны аммиакпен және органикалық еріткішпен өңдейміз. Кейін экстракция жасаймыз, алкалоидтар негіз түріне өтеді. Кейін оны ашқор су ерітіндісімен өңдейміз. Тұз қышқылының экстракттарда алкалоидтар тұз түрінде болады. Оны аммиакпен органикалық еріткішпен қайтып өңдеп, негіз түріне өткіземіз де 0,02 нормальды тұз қышқылының артық мөлшерімен өңдеп, алкалоидтар тұз қышқылының тұздар күйіне өтеді. Оны кейін 0,02 нормальды натрий гидроксидінің артық ерітіндісімен және артық тұз қышқылмен титрлейміз. Сосын алкалоидтар мөлшері гиацетаминге санағанда белгілі бір пайызын құрайды. Алкалоидтардың шикізатта жиналу орындары. Өсімдік шикізатында ғой. Бөлуші тіндерде жиналады, эпидермис жасушаларында, өткізгіш шоқтарда жиналады. Алкалоидтар негізінен өлі тіндерде де кездеседі. Мысалы, хин ағашының қабығында, паренхимасында, морфологиялық топтарда, скополия тамыр сабағында, сасық миндуана, бөрі қарақат жапырағында, сүйел-шөп, термопсис шөбінде, болиголовтың жемісінде, физостигманың тұқымында, итжиделіктің барлық мүшелерінде кездеседі. Биология қызметі алкалоидтар зат алмасу процестеріне қатысады. Өсімдіктерде гормон және катализатор ретінде қызмет жасайды. Сонымен қатар қорғаныс функциясын атқарады және антифиданттар жануарлардан қорғайды. Протоалкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаты. Бір өкілі жылдық бұрыш стручковый, да? Петстручковый. Бір жылдық қызыл бұрыш, петстручковый однолетний, капсикум аннум. Тұқымдас алқалар, орша-посленовые, солоноцин. Капсаициндар, капсацин, нордигидрокапсацин, гомогидрокапсацин деген биологиялық белсенді заттар бар. Сонымен қатар дәрумендер, БП, Б1, Б2, фолиевый және никотин қышқылдар бар. Каротиноидтар бар, стероид-сапониндер, гликалкалоид, солонин, флавоноидтар, апигенин, лютеолин деген
кумарин, скополитин, және макро және микроэлементтер калий, натрий, кальций, сынап, марганец, алюминий және темір. Капсаициннің құрылымдық формуласы төменде келтірілген, сонымен қатар фармакологиялық әсері. Так, капсаицин жабысқақ пластир ретінде жақпа майлар, линементтер ретінде қолданылады. Препараттарда капситрин, капсин, фенолгон, никофлекс, жергілікті қыздыратын, ауырғанда басатын дәрілер тұндырмасы тәбет ашатын зат ретінде қолданылады. Бұрыш тозаңының өте күйдіргіш әсері бар. Так, келесі өкілі протоалкалоидқа жататын бұл қылша шөбі, немесе орысша айтқанда трава эфедрий, herba эфедрий, қырық буын қылша, немесе эфедра хвощевая, эфедра эквисетина, қылшалар, эфедровый тұқымдасы, эфедрация. Алкалоидтар 1,5-2% құрайды. Л-эфедрин, псевдоэфедрин, метилэфедрин, D-изомері, норопсевдофедрин, немесе оны катин дейді. Так, сонымен қатар илік заттар болады құрамында. Төменде эфедрин, псевдоэфедрин және адреналиннің формулалары көрсетілген. Фармакологиялық әсері: эфедрин гидрохлорид, аденомиметик, аллергияға қарсы, орталық жүйесінің стимуляторы препараттары, теофедрин, антастман, эфатин, бронхолитин, солутан деген препараттар бронхолитикалық әсері бар. Эфедрин бұл наркотикалық әсері бар заттарға жатады. Сондықтан да эфедраның өзінің шөбі прекурсор болып табылады. Тропан алкалоидтары бар дәрілік өсімдік шикізаттары. Ичидек жапырақтары, ичидек шөбі, ичидек деген орысша бұл красавка болады. Латынша белладона, демек шөбі болса herba belladoni. Ичидек тамыры, корни красавки, радиксис белладони, кәдімгі ичидек красавка белладона обыкновенная, атропа белладона. Так, тұқымдас алқалар, посленовые, соланации. Тропан алкалоидтары. Құрамда тропан алкалоидтары бар. Тамырында 1,3%, гүлдерінде 0,6%, диацетамин, тропин, рацемат, скополамин, апотропин, белладонин, коскиприн деген тропан алкалоидтар. Так, бұдан басқа флавоноидтар құрамда кумариндер және стериндер болады. Так, ичидек өсімдігі бұл жойылуға қауіпі бар өсімдікке жатады. Фармакологиялық әсері: тұндырма, тамшы, қою құрақ экстракт ретінде бар препараттары, солутан, таблеткалар, бикарбон, бесалол, беллатаминал деген, суппозиторий түрінде петиол, анузол, спазмолитикалық ауруды басатын дәрілер болып табылады. Атропин сульфат, ампулада холинолитик. Келесі өсімдігіміз бұл меңдуана. Меңдуана жапырақтары: листья белены, фолия ясями. Так, қара меңдуана, белено-черная, ясямис, нигер. Так, алқалар тұқымдасы, посленовые, соланации. Тропан алкалоидтары 0,1% жапырағында гиацетамин, скополамин, флавоноидтар және рутин болады. Өсімдіктің жағымсыз сеңгіретін әсері бар. Рудериальды өсімдік
қоқыста, далалы жерлерде, үйлер маңында, басқа бақтарда өседі. Меңдуана майы аллеум гессами және аналитикалық невралгияға, ревматизмге қарсы қолданылады. Жапырақтары астматин деген препараттың құрамына кіреді. Келесі өсімдік үнді меңдуана. Семена дурмана индийского, семени датура инокси, дурман индийский, датура инокси. Алқалар тұқымдас соланации посленовые. Тропоналкоидтар 50% болады құрамында. Скополамин, гессамин, норгиосамин, тропин, псевдотропин, никотин деген. Никотинде ең көп мөлшері скополамин кездеседі. Тұқымдары өндірісте таза алкалоидтар көзі болып табылады. Скополамин гидробромиді психиатрияда тыныштандырғыш әсер ететін дәрі ретінде қолданылады. Айрон бұл скополамин мен гессаминнің қоспасы, теңіз ауруында қолданылатын препарат. Келесі өсімдік кока жапырақтары, листья коки, кокаин бутасы, кокаиновый куст, эритроксум кока, эритрококсилевые тұқымдасы, эритрококсилер болуы қазақша, эритрококсилации. Құрамында тропоналкоидтар, кокаин, эгонин, гигрин, куксигрин бар. Кокаин гидрохлорид жергілікті анестетик, мұрын, құлақ, тамақ аурулары мен көз ауруларында қолданылады. Кокаин наркотикалық зат болып табылады. Барлығыңыз білесіз деп ойлаймын. Келесі бұл пиролизидин алкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаттар. Өкілі жалпақ жапырақты зиягүл, орысша трабака крестовника плосколистного, херба синиксоникс платифилидис, жалпақ жапырақты зиягүл, крестовник плосколистный, аденостилес синесио платифилоидис, астрогүлдер, астерации, астробоиды тұқымдасы. Құрамында пиролизидин алкалоидтары бар, платифилин 0,5-тен 0,9%-ға дейін. Синециофилин, сарацин, неоплатифилин, синеционин, N-оксид. Төменде платифилин мен синециофилиннің құрылымдық формулары көрсетілген. Платифилин гидротартрат, полюфин, спазмолитик, диплацин деген препарат мюрелаксант болып табылады. Пиридин және пиперидин алкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаттары. Өкілі темекі жапырақтары, листья табака, фолия никотиани, темекі, табақ, никотиана, табаку. Алқалар, соланации, посленовые тұқымдасы. Алкалоидтары никотин 0,3%-дан 6%-ға дейін, шайырлар, эфир майы, органикалық қышқылдар бар. Никотиннің құрылымдық формуласы көрсетілген. Темекі. Никотин қышқылы мен никотинамидтен тұрады. ПП дәрумені. Алу көзі. Осы ПП дәруменің алу көзі болып табылады. Никотин сульфатының сулы ерітіндісі инсектицид болып табылады. Келесі хинолизидин алкалоидтар бар дәрілік өсімдік шикізаттары. Өкілі қандауыр, термопсис шөбі, тропотермопсиса ланцетного, хербатермопсис
ланцелатис, термопсис тұқымы, семена термопсиса, семена термопсидис, термопсис ланцетный, термопсис ланцелота. Так, тұқымдасы бұршақтар, фабаций, бобовый. Құрамында алкалоидтар 2,5%, ол термопсин, анагерин, гомотермопсин, цитизин, метилцитизин, патикарпин, термопсилацин гликозиды. Бұдан басқа флавоноидтар, сапониндер, илік заттар, шайырлар, шырыштар, эфир майлары және С дәрумені бар. Төменде термопсин мен цитизиннің құрылымдық формасы көрсетілген. Так, тұнба құрғақ экстракт ретінде жөтелге қарсы таблеткалар, қақырық түсіретін дәрілер ретінде қолданылады. Тұқымнан цитетон деген препарат алады, 0,15% цитизин ерітіндісінен тұрады. Аналептикалық әсері бар. Асфиксияда қолданылады. Табекс таблеткасы шылым шегуден арылуға көмектеседі. Келесі өкілі секуринега өркендері, побеги секуринеги. Цермус секуринеги, жартылай бұталы секуринега, секуринега полукустарниковая, секуринега суфрутикаса. Так, сүттөгендер тұқымдасы, эйфорбиаций, молочайный. Алкалоид құрамында секуринин 0,03%, норсекуринин, суфрутикодин, суфритиконин, аллосекуринин, дегидросуфрутиконин, секуринолдар, АБЦ, секурининнің құрылымдық формасы көрсетілген. Секуринин нитратты орталық нерв жүйесін қоздыратын, тонус көтеретін әсері бар. Астения, неврастенияда қолданылады. Стрихнин алмастырушы. Так. Изохинолин алкалоидтары бар, дәрілік өсімдік шикізаттар, бензилизохинолин, фенин тринихозилин, апоморфин, протоберберин. Өкілдері алкалоидтар папаверин, морфин, глауцин және берберин. Дәрілік өсімдік шикізаты, папаверин көкнәр, көкнәрда болады, морфин, кадин, тебаин, көкнәр және кирказон деген өсімдіктерде бар. Глауцин, сары глауцин шөбінде бар, берберин кәдімгі барбарис немесе шөбінде бар. Так, көкнәр қуашағы, апаин, коробочка мака, мак снотворный, папавер сомниферум, маковые папаверации, көкнәрлар тұқымдасы. Алкалоидтар морфин 12%-ға дейін, кадин 1%, тебаин 0,5%, папаверин 1%, наркотин 5%, нарцеин 0,5%, каптизин, берберин, протопин және криптопин. Бұдан басқа құрамда ақуыздар, көмірсулар, шырыштар, органикалық қышқылдар болады. Препараты амнопон, апин алкалоидтар тұздарының қоспасы, морфин, морфилонг, бұл наркотикалық әсері бар, анальгетиктер болып табылады, кадин, котерпин таблеткалары жөтелге қарсы қолданылады, платифилин, гидротартрат,
папазол, келеверин, келатрин, бепасол, тепафилин, папаверин, гидрохлорид деген препараттар бұлар спазмолитиктер болып табылады. Келесі өсімдік сары глауцин шөбі, трава мачка желтого, херба глауцин флави, мачок желтый, глауцин флавум, тұқымдасы маковый, папавераций, алкалоидтар глауцин, каридин, изокаридин, изоболидин, протопин, алкакриптопин, сангвинарин, хилепорин, хилерубин, норхилиданин, хилиданин, мангофлорин. Так, бұдан басқа органикалық қышқылдар фумар, глауцин, диоксималин деген қышқылдар бар. Шырыштар, флавоноидтар, ішіне рутин болады. Глауциннің құрылымдық формуласы көрсетілген. Глауцин, гидрохлорид, глоувент, бронхолитин бұл препараттар жөтелге қарсы дәрілер болып табылады. Келесі өсімдік сүйел шөп, трава чистотела, херба хилидони, үлкен сүйел шөп, чистотела большой. Так, көкнарға тұқымдасы папавераций, маковый. Құрамында алкалоидтар 1,5-3% дейін, хилидамин, гомооксиметоксихилидамин, хелеритин, сангвинарин, протопин, спартиин және берберин. Алкалоидтардан басқа құрамында сапониндер, флавоноидтар, органикалық қышқылдар және С витамині бар. Хилиданин қышқылының құрылымдық формулалары көрсетілген. Тұнбасы өт айдайтын диуретикалық ауырғанда басатын дәрі ретінде шырын чистотел деген шырыны бар. Сүйелді кетіру үшін экзема, қотыр ауруларын емдеуге қолданылады. Украин қатерлі ісікке қарсы препарат болып табылады. Келесі өкілі изохинолин алкалоидтарын жататын бұл бұйрық қарақат жапырақтары. Листия барбариса, фолия берберидис. Бұйрық қарақат тамыры корни барбариса, радиксис берберидис, барбариса обыкновенный, берберис вульгарис. Так, бұйрық қарақаттар берберидиаций, барбарисовый. Құрамында алкалоидтар берберин, оксиакантин, берберин, бербамин, пальматин, колумбимин, ятрорицин, берберубин. Бұдан басқа құрамында полисахаридтер, С дәрумендері, каротиноидтар, флавоноидтар, антоциандар және фенол карбон қышқылдар бар. Жапырақтардың тұнбасы мен тұндырмасы өт айдайтын қабынуға қарсы гипертенияда қолданылады. Тамырларынан берберин бисульфат алынған. Өт қапшығының қабынуында гепатит өтте тас жиналғанда қолданылады. Холин алкалоидтар бар, дәрілік өсімдік шикізаттары. Холин алкалоидтардың туындысы міне біреуісі ол хинин ағашының қабығы, кора хины, кортекс хине, хинное дерево, кинхона, так, тұқымдасы мариналар, мариновые, рубиаций, алкалоидтар хинин, хинидин, цинханидин және цинханин. Төменде хинин мен цинханиннің құрылымдық формасы көрсетілген. Хинин гидрохлорид, хинин дигидрохлорид, хинин сульфат малярияға қарсы дәрілер ретінде қолданылады. Хинидин сульфат, хинипек, кинедурон деген препараттар антиаритмиялық дәрілер
ретінде тахикардия, аритмияда қолданылатын препараттар. Индол алкалоидтар бар, дәрілік өсімдік шикізаттар. Өкілі инкарнат пассифлора шөбі, трава пассифлоры, герба пассифлоры, пассифлора инкарнатная, пассифлора инкарната, тұқымдасы пассифлоралар, пассифлорации, страстоцветные. Құрамында қандай алкалоидтар бар екен? Гармин, гармал, гармол, норгарман. Бұдан басқа биологиялық белсенді флавоноидтар, витексин, кверцетин, апеллинин, лютеолин, кумариндер, хинондар және пектин заттары болады. Төменде гарман, гармин, гармолдың құрылымдық формуласы көрсетілген. Сұйық экстракция, пассит, новопассит, ұйқысыздықта, неврастенияда қолданылатын препараттар. Жылан, раувольфия тамыр, корень, раувольфи змеиный, радиксис, раувольфи серпантини, раувольфия змеиный, раувольфия серпентина, тұқымдасы кендірлер, кутровые, апассинации. Қандай алкалоидтар бар екен? Серпин, серпентин, аймалин, рецинамин, дезерпидин деген алкалоидтар бар. Төменде аймалин мен серпентиннің құрылымдық формуласы көрсетілген. Препараттар: роунайтин, роувазин, лизерпин, адельфан, кристепин, бринердин, канисцин, рекансцин деген гипотензивті дәрілер. Аймалин мен пульс норма, антиаритмиялық дәрі. Келесі өкілі стрихнос нукс вомика тұқымы, семя челебухи, рвотного ореха. Рвотный орех дейді бұны. Семена стрихни, семен нукс вомицы, челебуха, стрихнос нукс вомика. Тұқымдасы лаганевые, лаганяцы, 30% алкалоидтары, қандай алкалоидтар? Стрихнин және бруцин деген. Одан басқа құрамда ақуыздар, крахмал, оксикоч қышқылдары, хлорген қышқылы бар. Төменде стрихнин мен бруциннің құрылымдық формуласы көрсетілген. Стрихнин нитрат, тұндырмасы құрғақ экстракт ретінде орталық нерв жүйесін қоздырушы әсері бар, ағзада зат алмасу процесін жақсартады. А тобына, А тізіміне кіретін өте улы зат болады. Келесі өсімдік ол қара күйе, спарение, маточные рожки дейді оны, немесе секали корнютум, спарение, клавицепс пурпери. Тұқымдасы спориневые, қара күйелер, клавицепатис, класс сумчатые грибы, қалталы саңырау құлақтар классына жатады. Алкалоидтар 30% құрамда. Эрготамин, эргозин, эргостан, эргокристин, эргокритин, эргометрин, эргокарнин. Биогенді аминді гиацамин, тирамин, триметиламин, холин, ацетилхолин, майлы майлар бар құрамда, сонымен бір сүт қышқылдары да болады. Осы қара күйенің алкалоидтарын ары қарай эрголин, лизергин қышқылының және пенилклавиннің құрылымдық формулары көрсетілген.
эрготамин солға бұрылатын изомерлері бар. Эрготамин, эргозин, оңға бұрылатын изомері эрготамин және эргозин. Екеуі де солға да оңға да бұрылады. Қалғандарын осы кестеден көре аласыз. Қалған тобын. Фармакологиялық әсеріне келейік. Сұйық қою экстракттар эрготал, эргометрин, малят, эрготамин, гидротартрат жатыр бұлшықеттерінің жиырылуын күшейтеді және қан кетуді тоқтатады. Дигидроэрготамин, дигидроэрготоксин гипотензивті әсері бар. Парлодел, бромкриптан сүт бездерін ісінгенде қолданылады. Перголит, Паркинсон ауруында, кофетамин, кофергот бұл орталық нерв жүйесінің стимуляторы ретінде қолданылады. Пурин алкалоидтар бар, дәрілік өсімдік шикізаттары. Бұлар пурин алкалоидтарына кофеин, теобрамин, теофилин жатады. Бір шыны кофеде 100-150 миллиграммға дейін кофеин болады. Ал бір шыны шайда 60-75 миллиграмм. Сұйық какаода 5-40 миллиграммға дейін, колада 40-60 миллиграммға дейін кофеин болады. Шай жапырақтары. Қытай шайы, чай китайский, синенсис, камелия синенсис немесе шайлар тұқымдасы, тиаци, чайный. Алкалоидтар кофеин 1,5-5% дейін, теофилин, изотин. Бұдан басқа құрамда илік заттары 20-25% дейін болады. Флавоноидтар, катехиндер, эфир майлары, С, К, В1, В2, ПП витаминдері бар, сапониндері. Шай тонус беретін, орталық нерв жүйесін қоздыратын, жүрек және тыныс алу жолдарының жұмысын жақсартатын қасиеті бар. Улануда қолданылатын әмбебап болып табылады. П витаминдік әсерде болады. Изофреноидты дитерпенді алкалоидтар бар, дәрілік өсімдік шикізаттары. Жоңғар акониты, аконит джунгарский. Трава аконита джунгарского свежая, Herba aconitum, Septngoricilescens, аконит джунгарский, борец, Aconium songoicum, тұқымдас лютиковые, ранункуляции, құрамында аконитин тобы, атизин, зонгарин, ацетилзонгарин бар. Аконитин мен атизиннің құрамдық формулары төменде көрсетілген. Тұндырмасы радикулит, ревматизм, невралгия ауруларында қолданылады. Тор жемісі, тегеурін, гүл шөбі, трава живописти, сетчатоплодного, Herba дельфиний, диктиокарпи, трава живописти спутанной, Herba дельфиний, конфуси, живописть сетчатоплодная, дельфиниум диктурокарпум, лютиковые, сарғалдақтар тұқымдасы, ранункуляции. Құрамдағы алкалоидтар, ликоктанин, атизин, метилликоктанин, эльдемилин, элатин, аконитин, кандельфин. Ликоктаниннің құрымдық формасы көрсетілген. Меликоктанин және кондельфин миорелаксант ретінде қолданылады. Сонымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.
Так.